Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз кеше ағамыздың тойына бардық. Сонда осындай ғана шоколад алдық. Той табақ дейді ғой. Соның қарасаңыздар, бетіне бірінші рет қарасаңыздар, улучшенная рецептура с любовью, теперь уже нежнее, нормально. Ал енді сыртына қараңыздар. Ал сыртына қараңыздар. Бірінші орысша состав, сахар, міне әп-әдемі, өзбекше, өте жақсы жазған. Негізінде бұны шығарған өзбек халқы, Ташкентте шыққан. Ал енді қараңыздар, қазақшасын оқып көрейік. Курамы дейді. Ал көрдіңіздер ма? Қант, есімдік майы, негізінде өсімдік майы, какао, сүт ұнтағы дейді. Эмульгатор, лецитин дейді. Мына курамы, шекер, өсімдік майы, какао, сүт, порошогу дейді. Бұның бәрі мысалы өзбек ағайындар білмейді емес, біледі. Қазақ тіліне қазақша жазса болады. Қарасаңыздар құрамы. Орысшаны қараңыздар, ешқандай қателік жоқ. Молочный кокалин, сүтті кокалин дейді. Мысалы қарасаңыздар ше. Мына свиной жир в нашей продукции не используется. Қазақша, орысша мықты жазады. Ал қазаққа келген кезде бұл енді білмеймін, қазақ тілін қорлау ма, басқа ма, мен түсінбедім. Сыртына қарасаңыздар, шоколад кәдімгі міне әп-әдемі. Бірақ қазақ тілі өте ақсап тұр. Өздерінің пікірлерін жазып кетіңіздер.